әріптестер, сіздерді бүгін көргеніне қуаныштымын. Мен Арықтауының жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Боранбаева Айтолқын Бейсенжанқызы. Өзімнің іс тәжірибеммен бөлісес бұрын сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Өздеріңіз негізі action research, lesson study деген ұғымдармен таныссыздар ма? Жүргізесіздер, иә? Орныңыздан тұрып жауап бере берсеңіз. Зерттеу тобының құрамында болдыңыз ба? Өзіңіз зерттеу жүргіздіңіз ба? Жақсы. Олай болса, мен бүгін ойлаймын, бүгінгі іс тәжірибемді сіздермен бөлісу арқылы сіздерге бір құнды ақпарат беретініме мен үміттенемін. Сондықтан да менің мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Тағы бір айтып кететін нәрсе, енді біз проблема дегенді біз орысша сөз ғой қарап тұрсақ, иә? Мен сөзімде проблема деген сөзді қосамын. Себебі зерттеу барысында мәселе деп айту ол ыңғайсыздау. Сондықтан да менің барлық сөзім қазақша болады, бірақ проблема деген сөзге назар аудармауыңызды сұраймын, жақсы ма? Себебі маған олай ыңғайлы. Енді қазіргі білім беру процесінде негізі мұғалім тек қана білім беруші ғана емес қой, сонымен қатар ол зерттеуші тұлға болу керек. Яғни өзінің зерттеу жұмысын ары қарай талдау жасап, оны жетілдіріп, және өзі бір өзіндік орны, оқушыларға бір орны болатын тұлға болу қажет, иә? Ол үшін мысалы бізде практикада кездесуі мүмкін, иә? Көптеген оқушылармен мүмкін мысалы болады, иә, проблемалар. Мен проблемалар болады, иә? Мысалы қараңыздаршы, оқушылар болады, иә? Мінез құлқында өзгеріс бола ма? Әр сыныпта әртүрлі оқушылар бар, иә? Олардың психологиялық ерекшеліктері әртүрлі, дұрыс па? Сонымен қатар олардың мінез құлқында өзгерістер болады, иә? Және де оқу дағдылары әртүрлі, оқу деңгейлері әртүрлі, пәнге қызығушылықтары әртүрлі, олардың жас ерекшеліктері бар. Барлығын ескеріп отырған кезде мұғалімді бір ғана уайымдататын нәрсе бар, иә? Егер оқушының пәнге деген қызығушылығы болмаса, немесе оның оқу деңгейі сәл ғана төмендеп бара жатса, мұғалімде тіпті мен өзімде, өздеріңізде де сұрақ болуы мүмкін, иә? Қандай сұрақ? Неліктен бұл оқушыны біз жіберіп алдық? Мен қай кезеңде мен қателік кетірдім деп, мұғалім ол сұрақты өзіне қою керек ең бірінші. Яғни бұл жерде мұғалім оны өзіне қою арқылы осыны ары қарай біз оны дерекпен, дәлелдемен оны зерттемейміз, иә? Оған бақылау жүргізбейміз, оны қағаз түрінде құжатқа оны біз түсірмейміз. Бірақ ол зерттеу жұмысы әрбір мұғалімде болып жатқан процесс, үздіксіз процесс. Мен оны сіздерге жаңалық етіп ашпаймын, бірақ оны қағаз ретінде, құжат ретінде оны түсіру біз үшін керек. Және оны осы проблемалардың шешу жолын көмектесетін тәсіл ол action research әдісі. Яғни action research бұл осы сіздердің сыныптарыңызда, өздеріңіздің оқу процестеріңізде және сабақтың әрбір кезеңінде бақылау арқылы жүзеге асырылып отыратын процесс. Сондықтан да сіздерге бүгін мен action research зейіні төмен оқушылармен жүргізген жұмысымен таныстырғым келіп отыр. Ең бірінші action research-тың не екеніне тоқталып кетейікші. Негізі іс әрекетті зерттеу бұл оқушылардың ең бірінші мұғалімге, яғни мұғалім өзінің сыныптағы тәжірибесіндегі проблеманы анықтай алады. Ол проблеманы анықталғаннан кейін ары қарай жетілдіріп, оны сынамадан өткізеді. Сынамадан өткізе отырып шешу жолдарының тиімділігін бағалайды және оқушылардың оқытуы нәтижесінде мұғалім өзінің білім беру деңгейін және де мұғалімдердің оқушылардың өзіне деген кері байланысын мұғалім анықтай алады. Сол үшін бұл өте үлкен жақсы тәсілдердің бірі болып табылады. Іс әрекеттегі зерттеу ол төртке бөлінуі мүмкін. Мұғалім жеке өзі зерттеуі мүмкін. Яғни мұғалім өзі сыныбындағы белгілі бір оқушының проблемасын анықтайды. Яғни ол әртүрлі болуы мүмкін, иә? Ол жаңағы оқушының пәнге деген қызығушылығын, немесе жаңағы оқу деңгейін түсіп кеткен, ол тәртіпке байланысты мүмкін. Зерттеу деген негізі өте бір үлкен ауқымды сұрақтардың бірі ғой. Сонда жеке мұғалімнің өзінің сабақта зерттейтін тәсілі болып табылады. Екінші түрі бұл бірлесіп. Яғни, мысалы, мен бірлесіп жасауы мүмкін. Егер мысалы мен математикадан беремін ғой, одан бөлек қазақ әдебиетінен, қазақ тілінен, орыс тілінен, басқа да пәндер бар, иә? Белгілі бір сондай
пән мұғалімдерін жинап аламын да, және ол кісілерден сұраймын, проблема бар ма? Тура сондай проблема егер сол кісіде кездесетін болса, олар бәріміз бірге қосылып алып, жиналып, белгілі бір зерттеу тобын құрып, содан кейін проблеманы шешу жолдарын іздеуді қарастыратын боламыз. Үшінші, мектептің кеңейтілген іс-әрекеттегі зерттеуі, бұл жерде ата-ананы қосуға болады, психологты, әкімшілік тараптан, яғни көмек ретінде бізге ол базовый жағынан базалық көмек беру мүмкін, техникалық жақтан көмек беру мүмкін. Сол кезде мектепті қамтитын болса, ол кеңейтілген мектеп ішіндегі іс-әрекеттегі зерттеу болып табылады. Төртінші зерттеу, ол аумақтық. Яғни мысалы, ол проблема тек қана бір оқушыда болуы мүмкін емес қой, ол сыныпта болады, ол мектепте болуы мүмкін. Егер ортақ проблема білім беру ұйымдарының арасында ол ортақ проблема табылатын болса, ол ортақ проблеманы шешу үшін кеңейтілген аймақтық іс-әрекеттегі зерттеу жүргізіледі. Іс-әрекеттегі зерттеу процесі ол қалай жүзеге асырылады? Ең бірінші жоспарлау жүргізіледі, екінші іс-әрекет, содан кейін бақылау, сосын рефлексия жасау. Жоспарламас бұрын ең бірінші біз өзімізге сұрақ қою керекпіз. Мысалы, бірінші сіз проблеманы көрдіңіз, проблеманы көргеннен кейін зерттеу сұрағын тауып алу керек қой бізге. Зерттеу сұрағын анықтау үшін бізде екі тәсіл бар. Оның бірінші тәсілі кімнің, нені, қалай деген сұрақ қоямыз. Кімнің деген бұл зерттеу нысаны болып табылады. Яғни 6-шы сынып оқушысы, 7-ші сынып оқушысы, 8-ші сынып оқушысы, немесе орта буын оқушылары, немесе бір сынып, яғни зерттеу нысаны. Нені зерттеу мақсаты, яғни не істеу керек? Мысалы, зейінін шоғырландырғыңыз келе ма? Немесе оның оқыту сапасына, деңгейіне әсер еткіңіз келе ма? Немесе бағалауын көтергіңіз келе ма? Сол туралы өздеріңіздің мақсаттарыңызға байланысты құрастырасыздар. Үшіншісі қалай? Яғни бұл жерде әдіс тәсілдер жатқызуға болады. Қай әдіс тәсіл сіздерге ыңғайлы, немесе әдіс, мүмкін ойын элементтері болуы мүмкін, геймификацияға негізделген, жасанды интеллект, мүмкін сараланған тапсырмалар, мүмкін деңгейлік тапсырмалар, логикалық тапсырмалар. Бұл әдіс тәсілдерді сіз осы сұраққа қоса аласыз. Екінші зерттеу сұрағының тәсілі бар, зерттеу сұрағы. Бұл мысалы не, кімнің, нені, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Не бұл зерттеу аспектісі, мысалы өзін-өзі бағалау жұмыстары дейді. Немесе болуы мүмкін, логикалық тапсырмалар, сараланған тапсырмалар деген сияқты. Кімнің зерттеу нысаны, яғни оқушылардың, нені зерттеу мақсаты ішкі уәж, және қандай әдіс тәсіл, ол ойын элементтері, әдіс тәсіл. Бұл жерде зерттеу сұрағының мысалына келетін болса, өзін-өзі бағалау жұмыстары оқушылардың ішкі уәжіне ықпалы қандай деген сұрақ қоямыз. Енді менің математика сабағымда конус түріндегі бағыныстағы моделін Браунфилдың сіздерге зерттеу сұрағын құрастыру үшін Браунфилдың осы конус тәрізді бағыныстақ моделін сіздерге құрастыру өте ыңғайлы болады. Мысалы қараңыздар, қуатты педагогикалық құрал деп тұр, бұл жерде оқыту үшін бағалау болуы мүмкін, критериалды бағалау болуы мүмкін, яғни өздеріңіздің ауқымды үлкен тақырыпты ала аласыздар. Екінші тақырыптың бір саласы, мысалы егерде оқыту үшін бағалау болса, оған кері байланысты алуы мүмкін. Критериалды бағалау болса, оның ішіне тақырыптың бір саласы ол қалыптастырушы бағалау болуы мүмкін. Мысалы, топтық жұмысты алсаңыздар, үлкен педагогикалық құралға, оның ішінде жұптық жұмысты да, жеке жұмысты да алып бір саланы нақты қай сала екенін сіздерге түсіндіру керек, жазу керек болады. Мақсат құралдардың, мысалы, ықпалы оқуға қызығушылығын арттыру дейді. Яғни, оқушының оқуға қызығушылығын арттыру, білім сапасына әсер ету, өздеріңіздің проблемаларыңызға байланысты өздеріңізге мақсат құрып аласыздар. Зерттеу мәнмәтіні, мысалы, жаратылыстану пәндерінде, қазақ тілі пәндерінде, математика пәндерінде деген зерттеудің мәнмәтінін алуға болады. Қатысушылар бұл жерде кімдер қатысады? Оқушылары және сұрақтар. Жаңа мен сіздерге айтып өткен нені, не, қалай, кімнің деген сұрақтарды қоямыз. Соның нәтижесінде қарап тұрсаңыздар, кері байланыс арқылы орта буын оқушыларының жаратылыстану пәндеріне қызығушылығын қалай арттыруға болады. Енді қарап тұрсаңыздар, менде 6-шы сынып оқушыда тура осындай проблема болды. Оқушыны, яғни бірінші проблеманы анықтап алу керекпіз ғой. Оқушы мүлдем сабаққа алаңдай береді. Әрбір нәрсеге, сыртқы дүниеге өзінің назарын аударта береді. Фокус жетіспейді бұл жерде. Ұмытшақтық бар. Бұрынғы өткен тақырыптарды ұмытып қала береді. Оқушыда сондай проблема болды да. Содан кейін мен зейіннің тұрақсыздығы, тапсырманы толық түсінбейді, ұмытшақтық, алаңдаушылық, қызығушылықтың төмендігі, менде осындай проблемалар кездесті. Осы проблемадан кейін мен оқушыны зерттеу сұрағын былай алдым.
математика сабағында 6 сынып оқушысының зейінін ойын элементтері арқылы қалай шоғырландыруға болады? Неге мен мына жерде ойын элементтері дедім? Өйткені бұл ауқымды тақырып болып тұр, иә? Ойын элементтеріне бәрі жатады. Жасанды интеллектпен құрастырылған ойындар да жатуы мүмкін. Жаңағы сіздер біз қолданатын жаңағы айтып кетті ғой, иә? Қаншама жаңағы нелер болды? Платформалар болды, Quizzes, Kahoot болуы мүмкін, жаңа WordWall болуы мүмкін, Breaker, Starcia деген сияқты әдістер өте көп. Неге мен тек қана бір элементті, жаңа айтып кеттім ғой сізге, үлкен ауқымды етіп алмаймыз тақырыпты, оның ішіндегі бір саласын ғана дедім. Бірақ мен оқушының өзінен қарадым қызығушылығын. Оқушы телефондағы, ұялы телефон бар ғой кәдімгі, оқушылар ойынды өте қатты жақсы көреді. Қазір білесіздер ғой, Roblox ойыннан мысалы оқушыларды біз қазір оларды сол ойыннан арылта алмай жатырмыз негізі. Мәселе ғой, үлкен мәселе. Сосын мен қарадым, ол оқушы ойындарға қызығады екен. Мүмкін ойладым, мен ойын элементтері арқылы қызықтырып көрейін, әртүрлі күнделікті әртүрлі сабақтарға мүмкін қосып көрсем, оқушыларға қызықтыруға болатын шығар деген мен өзіме сондай сұрақ қойдым. Және бұл жерде ең бірінші жаңағы жоспарлау жүрді ғой. Жоспарлауда ең бірінші диагностикалық кезең басталды. Яғни мен оқушыдан не істедім бірінші? Кіріс бақылау тестін алып алдым. Оқушыға, яғни толыққанды тақырыптарды беріп, әртүрлі есеп болды. Ол жерде көп қадамды есептер болды. Деңгейлік тапсырма, мәнмәтіндік тапсырмалар, қысқа тапсырмалар да болды. Бұл жерде логикалық тапсырмаларды да қостым. Бұл жерде бірақ оқушыдан маған проблеманың одан сайын анықтауға мүмкіндік берді. Яғни оқушы көп қадамды есептерді шығара алмайды екен. Көп алгоритмді жаңағы есептерді шығара алмайды. Және мәтінді есептерге мүлде назар аудармайды екен. Яғни ол кісіге қысқа тапсырмалар ғана зейінін шоғырландыра алатыны маған байқалды. Сондықтан да уже мен өзіме бір алдым. Яғни мен оқушымен қысқа тапсырмалармен жұмыс жасап көруім керек деп. Одан кейін оқушыны бақылау, яғни өзіме оқушының бақылау парағын құрып алдым. Күнделікті оқушы қай уақытта алаңдайды, сыртқы дүниеге алаңдауы, назар қалай алынады, маған менің сабағыма жаңа тақырып түсіндіргенде қандай назар, жеке тапсырмалар берген кезде назары қаншалықты сол тапсырмаға ауатыны жайлы мен өзіме бақылау парағын жазып отырдым. Сауалнама алдым. Бұл жерде енді мен кеңейтілгенге көшіп кеттік, иә, өйткені мен маған психологтың оқушының мінез құлқына беретін сараптамасы қажет болды. Және де мен ата-анасымен тікелей сөйлестім. Себебі оқушының үй жағдайының мысалы оқушының үй жағдайы, отбасылық жағдайы ол сабаққа әсерін береді 100%, иә, оны білесіздер. Сондықтан да мен мүмкін үйінде мүмкін бір жағдайлар болуы мүмкін деп ата-анасынан сауалнама алдым. Бірақ бұл жерде ата-анасының айтуы бойынша оқушы өте бір орысша айта берейінші, идеальный ребенок ол кісі үшін. Себебі ол кісі айтады, гаджетпен көру уақыты 1 сағат қана, дұрыс ұйықтайды дейді, тамақтану өзінің сабақ оқитын орны бар, мен қадағалаймын, есеп бәрі шығарылады дейді. Сонда мен айтам, егер сізде мүлдем проблема болмаса, значит проблема менде шығар деп. Проблеманы өзімнен іздей бастадым. Содан кейін сынып жетекшісінен сауалнама алдым. Сынып жетекшісінен басқа сабақтарға кіріп көреді ғой, қалай екен ол кісі сабақта сондай алаңдаушылық деңгейі соншалықты жоғары ма деп мен ол кісіден сұраған кезде, сауалнама алынған кезде, ол кісінің сауалнамасы тура менікімен бірдей болды. Яғни басқа пәндерде сондай екен. Сосын біз консилиум жүргіздік. Яғни бастауышта берген сынып жетекшісі бар, толыққанды сол пән мұғалімдері барлығы консилиум жасап, жиналғаннан кейін біз зерттеудің ары қарай қалай болатынын соны талқыладық. Яғни ол проблема тек қана менде емес, ол проблема барлық пәндердің мұғалімдерінде болды. Сондай проблема сол кісілерде де бар екен болып шықты. Содан кейін мен 2-ші апта мен 3-ші аптада интервенциялық кезеңге көштім. Бұл жерде сабақ барысында мен ойын элементтерін, яғни оқушының зейінін шоғырландыру керек болды ғой. Бұл жерде Шульце кестесі мен есептік лабиринттерді көбінесе ұйымдастыру кезеңінде қолдануға тырыстым. Одан кейінгі көрнекі және әрекеттік оқыту. Мысалы 6-шы сыныптың тақырыптары болса, ең кіші ортақ естелік, ең үлкен ортақ бөлгіш деген тақырыптар болатын болса,